Менің аты жөнім Ерманова Сания Бөленбайқызы. Пәнім қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. Дәріс тақырыбы бірінші кіріспе қазақ хандығының құрылуы және қазақ әдебиетінің мәдениетінің тарихы бастаулары. Дәріс жоспары: кезең кестелері, әдеби тарихи мәні, Алтын Орда дәуірінің саяси және әкімшілік құрылымы, ежелгі ғұн кезеңінің бастау алған қазақ ордасының тарихи мәні, қазақ мемлекеттің басты хандары, тарихи тұлғалар, олардың қызметі мен орны үлестері, қазақ хандығының құрылуындағы керей және хандарының орны, олар жөніндегі жазба және ауызша дерек көздері, қазақ халқының әлеуметтік, экономикалық және рухани мәдениет орындары, қазақтың рухани әлеміндегі Түркістан, Тараз, Мерке, Сайрам, Сауран, Созақ тағы басқа көне қалалардағы мешіт медреселер мен кітапханалардың тарихи маңызы. Қазақ ордасының басты хандары Керей хан, Жәнібек, Бұрындық, Қасым хан, Мамаш хан, Тахир, Будаш, Қожа Ахмет, Тоғым, Қақназар, Шығай хан, Тәуекел хандарды айтуға болады. Мұндай Алтын Орданы билеген хандарын жеке қарастыруға болады. Ондағы Алтын Орданың бірінші Жошы ханның баласы Батый ханнан басталады. Алтын Орданың бірінші ханы Батый хан, Берке, Мөңке темір, Төде, Мөңке, Төле Бұқа, Тоқа, Өзбек, Жәнібек. Бұл кезеңде жошы ұлысы бір-бірімен тәуелсіз өзара жауласқан 4 аймаққа бөлініп кетті. Ол Алтын Орда Мамай ұлысы Европа мен Ресей, Украина мен Қырым жерінде, Ноғай ордасы Ноғай ұлысы Батыс Қазақстан мен Башқұртстан, Татарстан жеріне, Еділ бойында, Көк Орда Шайбани ұлысы Орал бойында және Сібір жерінде, Ақ Орда Орыс хан ұлысы бөлінеді, Ертіс пен Сарыарқа даласында. Енді мына жыраулардың қоғамдық әлеуметтік орнының мұра мирастары туралы зерттеген ғалымдарға тоқтауға болады. Шоқан Уәлиханов, Василий Радлов, Халид Досмағамбетұлы, Мұхтар Әуезов, Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, Жұмағалиев, Әуелбек Қоңыратбаев, Серік Қирабаев, Кәкішев, Кенжебаев, Қанғали Сүйіншәлиев, Бердібаев, Базарбаев, Ахметов, Мұхтар Мағауин, Серік Нейғымов, Әбілқасымова тағы басқаларды айтуға болады. Енді Қанғали Сүйіншәлиевтің бөлуі бойынша қазақ әдебиетінің қалыптасу кезеңін бұл 8-14 ғасырлардағы жалпы түрік халықтарына ортақ әдебиет нұсқаларын қамтитын көне кезеңі. 2-15-17 ғасырлардың арасында қазақ жырауларының поэзиясы, 3-18-19 ғасырларда қазақ әдебиеті, 4-20 ғасыр бас кезіндегі ұлы Қазан төңкеріс қарсаңындағы әдебиет деп Қанғали Сүйіншәлиев айтқандай көрсетуге болады.